Жалпы өздеріңізге белгілі, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай мерейтойының қарсаңында жас номад жобасы қазір қолға алынып отыр. Жас номад жобасы аясында осы Қазақстан жеріндегі, еліндегі ата дәстүрлеріміздің барлығын барынша осы қаламыздың тұрғындары, қонақтары, сондай-ақ жастардың арасында ауқымды түрде тарату. Ол жерде ұмытылып бара жатқан немесе осы қазіргі таңдағы күнделікті пайдаланып жүрген салт дәстүрлердің барлығын толықтай дәріптеу, және жастардың арасында сол бағытты дамыту болып табылады. Бұл жерде 4 кезеңнен тұратын бұл үлкен жобада көбіне біздің Нұр Сұлтан қаласының жастары қатыса алады. Әрине бұл тегін түрде ұйымдастырылып отырған шаралардың бірі. Ол жерде ең басты мәселе жастардың арасындағы осы ата дәстүрімізді дамытып, одан бөлек ұмытылып барған спорт түрлерінен немесе жаңағыдай асық ату деген сияқты, одан бөлек біздегі түрлі тағамдар бар. Сол тағамдардың барлығын тегін түрде онлайн форматта және офлайн форматта көрсететін болады. Жалпы жастардың бүгінгі мұна істегенісі қуантты. Бұдан ары қарай тағы да жалғастырамыз деп отыр ғой. Ол да жақсы нәрсе. Біздің барлық құндылықтарымызды көтеріп алып шығу деген үлкен жұмыс. Осы жұмыста сендердің бәріңе де түгелдей сәттілік тілейміз. Жас номад дегенде, номад деген сөзді бұйғанда көшпенді емес, соның көшпенділердің ізін жалғастыру үшін деп қарауымыз керек. Атадан қалған дәстүрді жалғастыру үшін. Осындай осы мақсатта ұйымдастырылып жатқан іс-шара. Сондықтан да бұл іс-шараның, мен ойлаймын, мен оған сенімдімін де келешек ұрпаққа, жастарға беретіні мол деп.